Қазақстанда қайсы өңірде ең қымбат азық-түлік сатылады? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Қазақстанда азық-түлік инфляциясы бәсеңдемей тұр. Тауарлардың бағасы тағы өсті. Өткен жылдың соңының айында қияр 35,6%-ға, қиянақ 14,6%-ға, тәтті бұрыш 8,4%-ға, пияз 7,9%-ға, қызылша 3,8%-ға қымбаттады. Ал азық-түлікте жатпайтын тауарлардың ішінде техниканың бағасы айтарлықтай өсті. Өңірлер арасында ең жоғары айлық инфляция Қостанай мен Жамбыл облысында тіркелді. Әрқайсысында 1,9%. Сондай-ақ Батыс Қазақстан, Түркістан, Атырау, Солтүстік Қазақстан, Жетісу облыстарында ғана жоғарғы. Ең төмен баға Шымкент пен Маңғыстауда. Алдағы азық-түлікте жоқ емес. Ол құмшекер 3,8%, лимон 0,9%. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.